Жердің тағдыры шешілейін деп жатыр. Көбі бейхабар, басын төмен түсіріп алып, жанымен қайғы болып жүр. Жерді жеке меншікке сату керек деп ашық айтып жатыр. Жаңағы азаматтардың қылығы сол Голошокиннің заманындағы өзінің қазағын өзі атқан, өзінің қазағын өзі сатқан қылықпен пара-пар келіп тұр ғой. Дәл өзі. Не үкімет айтады, соны істеу керек. Не айтқан істейді ғой, қайда бар? Жер сендердікі емес, сендер сол жердің астына барып түсесіңдер. Армысыздар, құрметті ағайын. Қазақтың басындағы үлкен бір мәселе, ең басты мәселесі. Қазір жердің тағдыры шешілейін деп жатыр. Өкінішке қарай халықтың көбі бұны біле бермейді. Осы тәуелсіздігімізге былайша айтқанда қауіп төніп тұр десек те болады. Осы істі қазір мемлекеттік деңгейде арнайы комиссия құрып, жерді ары қарай жалға береміз ба, сатамыз ба жекеменшікке? Өте үлкен халықтың тағдыры шешілетін мәселе талқыланып жатыр. Сол комиссияның ішіндегі белді мүшесі, елге белгілі саясаткер Мұхтар Тайжан бауырымыз Фейсбугындағы, мен қараймын, өте аз адамдар. Шындығында ода мыңдап, миллиондап бүгін адамдар қарау керек. Инстаграмды да, Мұхтардың айтып жатқаны Фейсбугында, YouTube желісіндегі мәселелерді. Сондықтан осы мәселе қазір шешілейін деп жатыр. Мұхтар бауырымызбен қазір тікелей эфирде біраз сұхбат жүргіземіз. Мұхтар бауырым, ассалаумағалейкум. Сенің еңбегіңді енді сырттан бақылап жанашыр болып отырмыз. Өйткені сені жақсы көріп, сені қолдағаннан емес, бұл менің тағдырым, менің балаларымның тағдыры, менің ата-бабамның тастап кеткен жері. Сол тағдыры қазір шешілейін деп жатқан кезде біздің үндемей қалғанымыз ол өзімізге жасаған қастандық деп білеміз. Енді есі дұрыс, ақыл есі дұрыс қазақтың бәрі осы өзіңді қолдайды деп ойлаймын, үн шығарады деп. Бұл жерде енді бейбіт жолмен, ешқандай үлкен қан төгіссіз, даудамайсыз, өткен жол қан төгіс болды. Қалай мәдениетті түрде, салауатты түрде шешуге болатын. Дәл қазір мәселе не нәрсе ушығып тұр, өзің анау күні егер керек болса митинг жасаймын деп айтып жаттың. Соны халыққа тағы да бір кеңінен түсіндіріп айтып кетсең. Мұхтар бауырым, көп адамдар, мен араласып жүрген адамдарым, жерлестерім, бірге оқыған университетте, техникумда, тіпті мектепте бірге оқыған достарыммен сөйлесем, көбі бейхабар. Өйткені көбі қазір мына пандемия келді, отбасын асырау мәселесімен басын жерге төмен түсіріп алып, жанымен қайғы болып жүр. Сондықтан айтады, білмейміз, бірдеңке естідік дейді. Соны кеңірек мән-жайын түсіндіріп айтып кетсең, өтініш. Осы сенбі күні жер комиссиясының отырысында ең өзекті, ең маңызды мәселе дауысқа салынады. Ауыл шаруашылыққа арналған жерлер, яғни Қазақстанның 80% жері жеке меншікке сату керек пе жоқ па? Өйткені естеріңізде болса, 16 жылы халық жаппай көшеге шығып, жер шетелдіктерге не жалға да, не меншікке де берілмесін, ал Қазақстан азаматтарына сатылмасын деп көшеге шыққан болатын. Қазір осы ақпан айында президент Тоқаев мырза шетелдіктерге жер не сатылмайды, не жалға да берілмей, үзілді кесілді өз шешімін жариялады. Тиісті заң жобасы қазір мәжілістен шығып сенатқа жолданды. Ал енді Қазақстан азаматтарына бұндай жерлер жеке меншікке сатылу керек пе жоқ па? Ол үлкен сұрақ. Бұл сұраққа осы үкіметтік жер комиссиясы жауап беру керек. Сол комиссияның құрамында үлкен дау-дамай болып жатыр. Өйткені кейбір азаматтар Алмасбек Садырбай, Рахим Ошақбаев, Айдарбек Қожаназаров, Болатбек Нәжмединұлы секілді азаматтар жерді жеке меншікке сату керек деп ашық айтып жатыр. Ал мен, Мұрат Әбенов, Мақсат Толықбай, Нартай Искав деген азамат, Ақылбек Күрішбаев, 10 азаматтар енді қосқанда 10 азамат
соған қарсы болып. Жер комиссиясында қанша адам? 80 адам. Парламент депутаттары қанша сонда? Парламент депутаттары 110 ба? Жоқ, сол жер комиссиясының ішінде парламенттің депутаттары бар ғой? Бар. Мысалы, мен естідім, Бекболат бауырымыз бар, елім, халқым, жұрт деп жүрген. Сол азаматтардың позициясы қандай? Парламент депутаттарын, халық қалаулыларының ұстанып отырған позициясын айта кетші. Не Бекболат, не Айдос Сарым депутаттар өз пікірін ашық білдірген жоқ. Бүгінгі таңда мен оны естімеппін. Сондықтан ол жайлы ештеңе айта алмаймын. Олар қолдап жатыр ма, жоқ, қарсы болып жатыр ма, әлі өз пікірлерін білдіреді деп ойлаймын. Бірақ бұл мәселе қазір бүгінгі таңда өте қызу талқыланып жатыр. Біздің ұсынысымыз жерді жеке меншікке емес, жалға беруге былай жеткілікті. Жерді жалға алып, пожалуйста, ауыл шаруашылықпен айналыса беріңіздер. Ол үшін жеке меншік қажет емес. Ал егер жеке меншікке біз жол ашатын болсақ, онда мынандай қауіп бар. Ауылда тұрған адамдар ешқашан осы жерге қол жеткізе алмайды. Өйткені жеке меншік ол деген мәңгілік меншік. Онда бүгінгі жер пайдаланушылар сол жердің мәңгі иесі болып қалады. Мұндай ахуал мысалы Аргентина мен Чилиде бар. Сол жастар жерге жеткізе алмай үлкен қалаларға барады. Сол қалалардың фавела деген өте кедей адамдар тұратын жерде орналасады. Бұлай қылмыс жасауға мәжбүр болады. Өйткені жұмыссыздықтан жас адам не істейді? Нашақорлық, қылмыскер көбейе береді. Ал жастарға жұмыс, әсіресе ауылдың жастарына жұмыспен қамтамасыз ету үшін алдымен біз жерді беруіміз керек. Жерсіз ауылда ешқандай тірлік жоқ. Сол үшін біз жеке меншікке қарсымыз. Енді кезіндегі алаш ардақтыларының, әсіресе Әлихан Бөкейханның ең бірінші қойған талаптарының бірі жер болатын. Сол кезде ол кісі, мен сол кісінің 15 томдығын оқыдым, ашық айтып кеткен. Біз егер жерді таратып беретін болсақ, башқұрлардың күнін көреміз. Башқұрларға жерге 25 десятинадан таратып бергеннен кейін орыстың көпестеріне жерлерін сатып, башқұрлар мүлде жерсіз қалды. Сондықтан қазақ әбден өз қолы өзіне жетіп, жер қанша ақша болса да сатпайтындай деңгейге жетпейінше, жер қазаққа сатылмауы тиіс деп, ол кісінің ең басты ұраны сол болған еді. Енді бағанағы 4 азаматтың атын айтып кеттің. Ана Голошокиннің заманында бәрі айтады, 37 жылы қазақтың барып амбарындағы бидайды жинаған Голошокин емес еді. Соларды былай соттаған Голошокин емес еді, қабырға қойып атқан Голошокин емес еді деп, сол кездегі қазақтың сатқындарының аты жөнін айтса, кейбір азаматтар айтады, оны шулатып не керек, тарихқа қарсы оқ атпай-ақ қояйық өткенімізге деп. Жаңағы азаматтардың қылығы сол Голошокиннің заманындағы, егер өз аузымен айтатын болсақ, елді өзінің қазағын өзі атқан, өзінің қазағын өзі сатқан қылықпен пара-пар келіп тұр ғой. Дәл өзі. Қазір бір тарихи кезең болып тұр деп айтсам артық болмайды. Өйткені жер ол мемлекеттің негізі, экономиканың негізі, мемлекеттің негізі. Қаншама ұлттар мысалы дүние жүзінде жерсіз қаңғып жүр. Ана күрдтар бар, мына жерде ұйғырлар бар, цыгандар бар, басқалар. Ал біз жалпы дүние жүзінде бір 5-6 мың ұлттар бар екен. Солардың ішінде 200-ақ қана ұлт өз мемлекеттеріне ие болып тұр. Олардың ішінде осы қазақ ұлты, Құдайға шүкір. Сондықтан біз жерден айырылып қалмауымыз керек. Ал Қазақстан территориясының 80% жеке меншікке кетсе не болады? Бұндай мүмкіндікті біз бермеуіміз керек. Жалға алды, жермен айналыс. Ешкім қарсы емес. Дәл осындай жүйе кездейсоқ емес, ана 10 ғасыр бойы Ұлыбритания дәл осы жүйемен өмір сүріп келе жатыр, иә? Ол дамыған ел емес пе?
Канада, Австралия, Израиль, Қытай, бұларда жер мемлекеттік меншігінде. Ал фермерлер, осы диханшылар жерді жалға алып жұмыс істеп жатыр. Ол кездейсоқ емес. Сосын біздің геосаяси ахуалымыз өте күрделі. Білеміз, көршілер бұлай қарапайым, бұлай өте қарапайым мемлекеттер емес. Дүние жүзінде Европада жекеменшік бар, Құрама Штаттарында да жекеменшік бар жердің. Ал бірақ та Европаға қарасақ, Европа ол қазір бір тұтас бір аймақ болып тұр ғой. Евроодақ деген бар. Сонда бұларда агрессивті елдер жоқ деп айтуға болады. Түгел демократия, жемқорлық жоқ. Сондай либеральды елдер, Европа. Сосын европалықтардың менталитеттеріне де жекеменшік сай болып тұр. Өйткені реформация кезінен, Мартин Лютер кезінен жекеменшік бар. Ал қазақ даласында жердің жекеменшігі ешқашан болған емес. Біздің жеріміз тек қана ру тайпалардың меншігінде болған. Яғни жер бір адамның қолында ешқашан болған жоқ. Ал Құрама Штаттарын алсақ, бұларда енді мынандай агрессивті көрші елдер жоқ қой. Сосын бұларда 11 авианосец бар. Бұл ел ең мықты ел деп айтуға болады бүгінгі таңда әскери жағынан. Сондықтан әлбетте Құрама Штаттар оның территориясын біреу келіп тартып алады деген үрей жоқ. Ал бізде кешірім өтінемін, біз жердің көлемі бойынша дүние жүзінің 9-шы орындамыз, білесіздер. Ал халқымыз аз, не бары 19 миллион ғана. Сондықтан біз жердің осындай үлкен көлемдегі жерлердің жекеменшікке жол бермеуіміз керек. Мен бүгінгі таңда осы 10 сотық жерді, үйді салу үшін жерді айтып тұрған жоқпын, немесе көп пәтерлі үйлерді салу үшін айтып тұрған жоқпын. Қонақ үйлерді, басқа шағын бизнес бәлкім бар, мен оларды айтып тұрған жоқпын. Өйткені ол үйді салу үшін көп жер қажет емес қой, 10-20 сотық мейлі, 1 гектар болсын да. Ал шаруашылыққа арналған жерлер ол кешірім өтінемін, 200 миллионнан астам, 200 миллионнан гектардың астам жерлер. Ал Қазақстанда нақты айтқанда 272 миллион гектары бар. Сосын құрметті халайық, осы кейбірлер орман мен көлдерді алаңдайды. Алаңдау орынды, бірақ мен нақты ақпаратты беремін. Осы Қазақстанның территориясы 272 миллион гектар. Оның ішінде 200 миллионнан астам жерлер осы ауыл шаруашылыққа арналған жерлер. 75-80% деп айтуға болады. Әрі қарай 22 миллион гектар ол ормандар, мемлекеттік ормандар. Ормандар ешқашан ешкімге жекеменшікке сатылмайды да, шетелдіктерге жалға берілмейді. Ол тағы 22 миллион гектар, ол орман кодексі бар бізде. Сол кодекс бойынша бұндай мүмкіндік жоқ. Әрі қарай көлдер бізде 4 миллион гектарымыз бар. Көлдерде су кодексі бар бізде. Су кодексі бойынша көлдер ешкімге сатылмайды, шетелдіктерге жалға да берілмейді. Тіпті водоохранная зона деген бар бізде. Суға жақын жағалауға ешкімнің құқығы жоқ. Мен білем, кейбір жерлерде осы жемқорлықтың кесірінен кейбір үйлер жақын тұрды көлге, бірақ көлді жекеменшікке ешкім сата алмайды. Яғни, мысалы 218 миллион айттық па, ауыл шаруашылыққа арналған жерлер, ол ешкімге сатылмайды, шетелдіктерге жалға берілмейді, егер. Әрі қарай ормандар 22 миллион, көлдер 4 миллион гектар жерлер, қосқанда шамамен 244 қанша болды? 245 миллион гектар. Әрі қарай мына полигондарымыз бар.
Ресейдің полигондары. Ол 9,5 миллион гектар құрайды толығымен. Өйткені Сарышаған, Тайсоған, Азғыр, Капустин Яр, Сенек, Омбы, Байқоңыр. Оларды қосқанда толығымен 9,5 миллион жерлер. Сонда қалған жерлер бір 15-20 миллион гектар Қазақстанның территориясының, ол қалалардың және ауылдардың жерлері. Мысалы Астананың, жерлері, немесе Алматының жерлері, Атыраудың жерлері, ол уже қаланың жерлері. Ал қаланың ішінде жерлер, әлбетте жекеменшік жерлері бар, өйткені жекеменшік объектілер бар ғой. Өндірістер бар, қонақ үйлер бар, вулканизация, СТО, көп пәтерлі үйлер бар. Ол жекеменшік қалалардың ішінде. Түсінікті. Сондықтан бізде бүгінгі таңда ең маңызды, ең қауіпті осы ауыл шаруашылыққа арналған жерлер болып тұр. Енді Мұхтар, жаңағы 49 жылға, қазір оны мен сендердің жиналыстарыңды былай онлайн қарап отырмыз, 25 жылға азайту керек дегенде өткен Зенченко мен араларындағы үлкен пікірталасты естідім. Ана жаңағы қазақтың төрт азаматы, енді бізді қатты қынжылдырып отырған, қазақтың, осы қазақ ата-бабасының жерін алып сатқысы келіп отырған азаматтар нені аргумент дейді? Неге олар 49 жыл сонда отырса, өздері қазір мысалы 40-қа келген азаматтар 100-ге келеді ғой. Соларға 49 жыл жетпей отыр ма? Неге ол жекеменшікке сатып алуға жаңағы ана қойшы жінігіп жүр? Енді олардың мақсаты сол жердің мәңгілік түрде иесі болып қалуы, ұрпақтары да сол жердің иесі болу керек олардың ойынша. Өйткені былай қарасаңыз, мына Алмасбек Садырбай тамыз айында менімен дебатқа шыққан кезде қолында 1600 гектарым бар деп айтқан еді. Кейін ол жер жоқ деп жатыр да қазір. Бірақ мына осы өткен жарты жылда не, бұл жер жоқ болып қалды ма не? Сондықтан оның қолында жері бар деп есептеймін. Сосын ана Болатбек Нәжмединұлы, оның қолында да жер бар ана Түркістанда. Айдарбек Қожаназаров, ол Иволга, ана үлкен бір ана шаруа қожайыны, ол не дейді? Атамекен Агро деген фирманың төрағасы. Атамекен Агро ма? Дұрыс айтып жатырмын ба? Әйтеуір бұлар қазір ана бұрынғы Иволга жердің игеріп жатыр. Ол бірнеше 100.000 гектар. Қалай айтқан кезде де Мұхтар қарасан, жерлері барлар, олар жеке меншікке былай зар болып тұр. Бірақ олардың ішінде де сол жеке меншікке қарсы болып тұрған фермерлер бар. Мысалы, ана Көкшетаудың тумасы, Көкшетаудың азаматы Нартай Исқақов деген. Сосын Жигули Дайрабаевтың өзі жеке меншікке қарсы болып жатыр. Ана фермер одағының төрағасы. Түгел фермерлер осы жеке меншікті қолдап отыр деп айта алмаймын. Жақсы, былай қарасаң, жаңағы тағдырға шешілейін деп жатқан 180 миллион гектар ауыл шаруашылығының жері, жаңағы азаматтардың соның қасында мынадай бір нүкте ғана ғой, бір ұлтарақтай жер. Сол ұлтарақтай жерді балама қалдырсам деп, қазір емес, 50 жылдан кейін оның баласы соған ие бола алатындай болып өсе ме? Ие бола алатындай бола ала ма? Оғынға дейін оның кәсібі жүріп тұра ма? Ол үлкен сұрақ. Сол үшін бүкіл қазақтың ата-бабадан қалған жерінің тағдырын бұлай саудаға салып жатқан азаматтарда енді ар-ұят жоқ деп есептеймін. Бір-екі шаруа жерге таласып қазыға келіпті дейді. Мына жер менікі деп. Жоқ, анау мына жер менікі десе, қазы айтып тұра тұрыңдар, мен жердің өзінен сұрайын деп. Жерге жатып құлағын төсеп тыңдапты дейді. Анекеу мынау не істеп жатыр дегенде, жерден сұрадым деп айтты дейді. Жер айтты дейді. Екеуіңде мен сендердікі емеспін, сен мендердікісіңдер деп. Жер маған сөйтіп айтты дейді. Айналайын азаматтар, жер сендердікі емес, сендер сол жердің астына барып түсесіңдер. Біздің бәріміз сол жердікіміз. Осы жер ананың қойнына барамыз. Сондықтан өзі қалт-құлт етіп өмір сүріп отырған қазақтың халқына мынандай қиыншылықтан, кешегі 3-тен 2-сі қырылып қалған зұлматты көрген халықтың
мына тағдырымен ойнауға болмайды. Ертең егер сенбіде нақты қандай мәселе күн тәртібіне қойылады, ол қалай шешілуі мүмкін. Шешіліп кетсе қандай қауіп тосып тұр бізді. Және де егер халықтың қалағанындай, сен айтып отырғандай шешілмесе, біз не әрекет істемекшісің, біз не істеуіміз керек? Егер енді белгілі ғой, сол комиссияның құрамында басым көпшілігі ол ана жерлері барлар. Яғни чиновниктер, мына акиматтардың орынбасарлары ғой. Мына мысалы фермерлер, яғни жер пайдаланушылар бүгінгі таңда субсидия алып отыр ғой. Яғни мемлекеттен тәуелді. Мына субсидия беріп отырған үкімет. Мысалы ауыл шаруашылық министрі ол субсидияның саясатын басқарып отыр. Яғни мына фермерлер не үкімет айтады, соны істеу керек. Солай емес пе? Солай әрине. Комиссияның құрамында осы ана акиматтардың орынбасарлары, олар тікелей чиновниктер. Яғни ана комиссияның төрағасы вице-премьер болып отыр ғой. Яғни бұл чиновниктер, акиматтағы чиновниктер сол вице-премьердің Тоғжанов мырзаның подчиненныйлары. Айтқан істейді ғой енді. Айтқан істейді ғой, қайда бар. Тәуелсіз адамдар өте аз сол комиссияда. Сондықтан мына комиссия сенбі күні жерді жекеменшікке беруге дауыс беру әбден ықтимал. Бұндай қауіп бар. Бұндай жағдайда мен бұл шешіммен келіспейтін болам. Өйткені жер ол жалпы ұлттық қазынасы. Жерді біз тағы да керек, мына мысалы көп пәтерлі үйлерді керек болса, мыңдаған салып тастауға болады, қажет болса. Ал жерді біз былай сала алмаймыз, ол ана ата-бабаларымыздың билік күшімен, ақ найзаның күшімен берілген мұра ғой. Сондықтан бұл жер ол жалпы ұлттық қазынасы. Сондықтан халықтың өзі сол жердің тағдырын шешу керек. Егер комиссия халықтың пікірін өз назарына алмай, жерді жекеменшікке беруді жол ашатын болса, онда халық өз өнін шығару керек. Қалай шығару керек? Мен бұндай вариант болатын болса, мен жалпы ұлттық митингті жариялаймын. Әр қала, әр ауыл шығып өз пікірін мәдениет түрде заң бойынша білдіру керек. Өйткені бүгінгі митинг бойынша заң бұндай мүмкіндікті бізге беріп отыр. Мен митинг туралы заңды дайындаған адамның біреуімін. Мен сол заңды жақсы білемін. Қазір ешқандай рұқсат қажет емес. Ескерту ғана жазасында 5 күннен кейін шығуға болады. Сондықтан бізде ешқандай басқа амалы қалмайтын болса, біз көшеге шығып өз пікірімді білдіруіміз керек. Өйткені жер ол халықтың меншігі деп есептеймін. Сол жақсы. Айтарым болса, жақсы, рахмет. сенбі күні қандай тапқыр болады көреміз. Жақсы, құрметті көрермендер, сіздерге өтініш, Мұхтар Тайжан бауырымыздың менің фейсбугыма, инстаграмға тіркеліп алыңыздар, үнемі жіті бақылап отырыңыздар, және барлық қазаққа, қаны қазақ осы жерде тұрам, бала-шағамды осында өсірем деген барлық қазаққа осы хабарды тарата жүріңіздер. Қазір біздің балаларымыздың болашақтың тағдыры шешілейін деп жатыр. Былай қарағанда бұл қарапайым ғана шешім сияқты. Заң қабылданды, оңген жер жекеменшікке кететін болса, ауылдың қазақтары, өзіміздің қара қазақтар қалай күн көреді? Жер бір байқұлақтар жерді мекендеп алатын болса, жаңағы Аргентина мен Чилидегі сияқты жағдай болатын болса, еліміздің, халқымыздың болашағы не болады? Сондықтан болашақ ұрпақ бізге лағнат, қарғыс айтсын демесек, егемендігіміз мықты болсын десек, бейжай қалмайық. Бірақ өкімет өзі шаршап, өзі шалдығып отырған халықпен ойнамайды деген, ақыл-естер дұрыс деген, халық мүлде қой боп тобырып кеткен жоқ қазақ деген ойды біледі, оны түсінеді деген үмітіміз зор. Егер сенбі күні жаңағыдай
шешім қабылданып, халыққа қарсы шешім қабылданатын болса, митинг жасайтын болса, бәріміз бір кісідей шығайық, ешқандай қан төгіссіз, провокацияға бармай, айғай-шусыз, мәдениетті түрде өзіміз сайлаған мемлекет басшыларынан, жаңағы парламенттегі депутаттардан осыны талап қылайық. Сонымен осы видеоны тарата жүріңіздер, өздеріңіз комментарий жазыңыздар. Қазір бәрлеріңізде әлеуметтік желі бар, Instagram, Facebook бар. Соған салып жүріңіздер, WhatsApp топтарға салыңыздар. Жердің тағдыры, елдің тағдыры, болашағымыздың тағдыры. Мұрат, Мұхтар бауырым, өзіңе осындай үлкен халықтың атынан бір үлкен шаруаны мойныңа артып, осылай таласып, халықтың үнін жеткізіп, халықтың мұң-мұқтажын қорғап жатқаның үшін саған рахмет. Сіңе береке берсін. Сол сенбі күні айтарсың. Артымызда халық тұр, халықпен ойнамаңдар деп. Жақсы, Мұхтар бауырым. Көп рахмет, сау сәлемет. Шақырып. Сау болыңыздар.